Тоболин дегеннің мынандай бір сөзі бар. Қазақтар бәрібір өліп бітуге тиіс. Күшімізді осыған жұмсауымыз керек дейді. Ашаршылықтың шығу себебі Ресей қуатты мемлекетке айналу үшін қазақтың бар малы мен астығын тартып алды. Бұл қазақ ұлтын жоюға бағытталған жоспарлы саясат болады. 32 жылы Куйбышевтің қолы қойылған қаулы шыққан. Бір құс немесе балық ұстаған қазақтарды 8 жылға шейін соттау керек деген. Бұл ұлтты жою немене. Дәл сол кезде Қазақстанға 2 миллиондай орыс қоныстанады. Мәскеу қаулы шығарады. Ол орыстарды үй жайымен, ең маңыздысы 3 мезгіл ішетін тамағымен қамтамасыз ету керек деген қаулы шығарды. Қазақтар бір үзім нанға зар болып сол кезде бірін етін бірі жеп атқан естерінен ауысып. Сол Черненко 30 жылдары Жаркентте 1000-дай қазақты, оның ішінде кішкене балалар бар, көпшілігінің басын кесіп тастаған. Оны маған Қазақфильм кіргіздірмей қойды. Бір сиырың болса, екі сиырды өткіз дейді. Әдейі сен өткізе алмайтын салық салады. Салық төлей алмаған қазақтардың аузына керосин құйып өртеген. Документ тұр, ФСБ-нің архивінен алған. Мен алған құжатты бір тарихшы көрген жоқ, мен айтайын. Алмадың несіне көрмеген бұлар біздің тарихшылар. Бәрінің артында біздің қайраткерлер тұрған. Ол жайлы біздің тарихшылар жазбайды. Неге жазбайды? Бәріміз өсек аян таратып, мына орыстың жазып берген тарихын әлі де айтып жүрміз. 2,5 миллион қазақтар өлген деп орыстар өздері мойындап отыр. Бірінші думаның депутаты Марков деген соның думадағы айтылған сөзі бар. Бұл қазақтар кешегі Шыңғысханның тұқымы, мына бізді 300 жыл табанға басып отырған. Бұлар өмір сүруге қақысы жоқ деген әңгіме айтқан ғой. Жалпы біздің дала керек болған ғой. Ақты ақ, қараны қара деп айту керек. Құлап себеп болды, орыстың көңіліне қарасаң, сонымен өтірік тарих болып қайтадан шығады. Ол жерде жорстко айту керек. Орыстардың орнына қою керек, қорқатын түгі жоқ. Путин өздерінің бұрынғы кеңес өкіметінің басшылары жасаған қылмысы мен қазаққа жасаған қиянат үшін кешірім сұрау керек халықтан. Еврейлер сол өздерінің холокостын бүкіл әлемдік трагедияға айналдырып жіберді ғой. Соның арқасында бұлар қанша миллиардтаған доллар алды немістерден. Алды да отыр әлі, ол қашан бітетінін бір құдай біледі. Ал біз, орыстар, сендер мына қазақтарды қырыпсыңдар, жазықсыз қазақтарды деп айтуға қорқамыз. Жалтақтаймыз әлі де. Сталин үшін халық бір шыбын сияқты болған ғой. Ворошиловтың 34 жылғы съезде сөйлеген сөз бар, киномда тұр. Біз аштықты әдейі жасадық дейді. Себебі халықты азайту керек болды, осы даланы иемдену керек болды, тек бізге мал бағатын қара жұмысшылар ғана қалу керек болды, аздаған деген Ворошиловтың сөзі бар. Қазақтарға айтамын, ананы сатты, мынаны сатты деп айтудан бұрын сол 37 жылы қаулы шыққан 52 түрлі азаптап қинаудың әдісін заңмен бекітіп соны қолданған қайраткерлерге. Мен 5-6 ай ғана ойлап таптым. Олар 52 түрлі әдіспен қинаған. Диванда жатып алып, батыр болып ананы сатқан, мынаны сатқан деп айтудан бұрын сен көз алдыңа елестетіп көрші. 52 түрлі әдіспен сені қинаудың түрін. 17 жасар баласын әкеліп, көзінше тырнақтарының астына ине тыққан. Осыны көріп тұрған әкесі қалай қол қоймайды. Оны бәрін көбісі біле бермейді. Сол үшін ғой мына диван батырлар жатып алады да, ойбай ана, ойбай. Барып архивке хотя бы бір ай отырсаңдаршы. Мына біздің тарихшылар өсек аяңға сенеді, өнекей орыстардың алып қашпа әңгімелеріне сенеді, сөйтеді Сәкен Сейфуллинді анау Магаданнан іздеп жүр. Біз құлап келе жатырмыз қазір төмен. Төмен жағы қанша екені әлі белгісіз. Тоқтататын мүмкіншілік болып еді өткенде. 10 миллиард доллар бөлініп еді. Мына дағдарысқа қарсы. Бірақ ол 10 миллиардты өздерінің қарабастарының қамына жұмсайын деп өкімет бөліп алды. 361 компания. Қазір мына дағдарыстың арты аштыққа келіп соғуы мүмкін. Ол менің ойым емес. Шетелдік сарапшылар айтып жатыр қазір. Ауыл шаруашылығы не істеп жатыр бұлар? Өткенде капустаның өзі мына көрші облыстарға апарып, Ресейге апарып сатқызуға тосқауыл қойып, соның бәрін көміп тастады. Ол көмігі Терешенко айтып отыр. 2 миллиард теңге бөлінді дейді. Көмек ана капустан. Аштықтың жасалғаны біздің билікке тиімді. Себебі біз Қытайдан азық-түлік аламыз, дәрі-дәрмек аламыз, тауар аламыз. Біздің қазір экономикамыз Қытайға бағытталған. Ең шұрайлы жерлерді жалға алды да 49 жылға. Енді бүйтеді. Менің енді бұған ақшам жоқ дейді, жасайды. Мен ақша іздеп жатырмын шетелдерде. Мен білемін ол қаяқтан алады. Қытайдан алады. Қытайдан ақша алады да ана жерге анауына салады, өнекей 5 жылдан кейін Қытай айтады, давай ақшаны қайтарып бер. Ақшам жоқ, өнекей айтады, ақшам жоқ болса жарайды, онда мына жер менікі. Міне қандай саясат жүргізіліп деп жатыр. Сол сияқты бұлар қазір мына билікке сене берсек, әдейі ашаршылық жасайды, сөйтеді Қытайға толық бағынышты боламыз. Енді қазір жұрт тұрғанымыздың бәрін өзің білесің, сергегі бар, басқасы бар. Мен қазір қалай келдім, кіммен жолықтым, қалай болдым, бәрі Қытай біліп көріп отыр. Ашаршылық көкесін Қытайдан көреміз біз әлі. Трамп аман болсын деп қояйық енді. Партияны айтып қалдым, партия жайлы, неге көзбояушылық дейді. Сен 20 мың адаммен партия құру үшін алдымен 1000 адам жинауың керек. Ал партия құру үшін саған 10 үй салатындай ақша керек. Бір жылға. Ал енді